Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен керемет онлайн платформа Answer Garden деп аталатын платформамен танысатын боламыз. Бұл платформаны пайдалана отырып, сіз оқушыларға сұрақтар немесе кері байланыс, оқушының көңіл-күйін білу үшін сабақтың басында немесе сабақтың соңында пайдалансаңыз болады. Немесе оқушыларға жаңа сабақ бойынша, өткен сабақ бойынша сұрақтар қойған кезде бұл платформаны пайдалансаңыз болады. Бұл платформаның ерекшелігі ешқандай да тіркелудің қажеті жоқ. Google жолағына Answer Garden деп жазғаннан кейін осындай сіздерде платформа пайда болады. Сонан соң плюс батырмасын басамыз. Плюс батырмасын басқаннан кейін осы жерге сіз оқушыларға қоятын сұрағыңызды жазасыз. Мысалға, бүгінгі сабақ қалай болды? Кері байланысқа арналған сұрақ қойсақ. Мына жерде мозговой штурм шаблонын белгілейсіз. Оқушыларға сізге де ыңғайлы болу үшін. Ал басқа шаблондар ол сіздің оқушылардың жауабына көп уақыт кетеді. Сондықтан мозговой штурм шаблонын таңдағаныңыз жөн. Одан кейін 20 сұрақ, 20 жауап қабылдай аласыз, немесе көбейтсеңіз болады. Мына жерге пароль қойсаңыз болады. Ол негізі қажет емес, бірақ. Енді мына жерде төмен қарай түсе береміз. Бұл жерде мысалға бұл сұрақты сіз қанша күн қойғыңыз келеді? 1 сағат, 1 күн, апта, немесе скрытый түрінде, яғни жабық түрінде қойғыңыз келе ме? Өзіңіз осы жерден таңдап аласыз. Енді create батырмасын басамыз. Сол кезде бізде осындай Answer Garden платформасында жауап жазуға арналған терезе ашылады. Енді мына жерге мен керемет деп жазып көрейін. Керемет деген бір оқушы мысалға жауап берді. Енді жақсы деп жазайық. Жақсы дегенге де бір оқушы жауап берді. Мысалға, тағы керемет деген жауапты жазатын болсақ. Керемет дегенде 2 оқушы жауап берді. Біздің керемет деген сөзіміз үлкейді. Ал жақсыға бір оқушы жауап бергеннен кейін ода өзгеріс жоқ. Осылайша, мысалға, кереметке қанша оқушы жауап берді, жақсыға қанша оқушы жауап берді деген сияқты. Өзіңізге қанша оқушы қай жауапты таңдады деген сияқты. Өзіңіз осылай оқушыларды саралай аласыз. Осы платформаны пайдаланып көріңіздер. Енді бұл платформамен оқушыларға бөлісу үшін share батырмасын басамыз. Төмен қарай түссеңіздер, мына сілтеме берілген. Осы сілтемені оқушыларға бөлісіп, WhatsApp желісі болсын, оқушылармен бөлісіп, оқушылардың жауабын алсаңыз болады. Платформаны пайдаланып көріңіз. Әртүрлі мақсатта пайдалануға болады. Өте жақсыға 1 оқушы, жақсыға 1 оқушы, кереметке 2 оқушы жауап берді. Ешқандай қиындықсыз тіркеліп, әуре болмайсыз. Сабақтың үстінде тез осы платформаны ашып, оқушыларға ұсынып жіберсеңіз болады. Платформаны пайдаланып көріңіздер, біздің каналымызға тіркеліңіздер.